Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Әдеттегідей біз подкастымызды бастаймыз. Енді подкастымызға бүгінгі келген қонақтарды алдымен таныстырып өтейік. Бірінші біздің оң жағымызда отырған Наурызбаев Ернар бауырымыз келіп отыр. Одан кейін екінші Жанбота Қарашолақ. Сізді жеке саясаттанушы ретінде арнайы шақырып отырмыз бүгінгі тақырыпты ашуға. Одан кейін Еуропада білім алған, Европа көрген дейміз бе, болашақ бағдарламасы бойынша білім алған Нұрлан Халмұратов бауырымыз келіп отыр. Қош келіпсіздер. Біздің осындай подкастымызды шақыртуымызды қабыл алып, бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, бүгін осы қоғамдағы мәселелерді талқылайық деп келіп отырған сіздерге ұйымдастырушылардан көп рахмет айтамыз алдымен. Жалпы Европаның батыстың басты діни топтарды саяси мақсатта қолдану және саяси мақсатта басқару мақсаты бар да, сондай. Сол үшін бұндай таяу шығыс дейміз ғой, таяу шығыстағы араб мемлекеттеріндегі болған оқиғаларға олар өте жаңағыдай ризашылықпен қарағаны белгілі болды да, себебі осындай көптеген ұйымдардың өсуі, өнуі Еуропада мемлекет тарапынан ешқандай да жаңағыдай тосқауыл қойылмай, солай өсіп дамуына жәрдем жасалды деуге болады. Ол жерде Еуропаның қай қаласын алмасаң да, кез келген діни топтың, діни ұйымның мүшелері үлкен жаңағыдай өз әрекетін ешқандай тосқауылсыз жасап жатыр. Сол жағдайлар болған кезде де көптеген сол Еуропаның барлық мемлекеттерінде осы идеология үлкен жаңағыдай өріс алып, жан-жақты дамып, сол елдің азаматтары да, сол елде жүрген басқа елдің азаматтары да барлығы осы мысалға бірінші жағдай айтып өтті ғой, экономикалық мәселелерден саяси мәселелерге көшті. Сол мәселелер басталған кезде Еуропада үлкен пропаганда жүріп жатты. Сирия мемлекетінің халқын қолдау керек деген. Яғни ол жерде бірінші діни пропаганда жүрген жоқ, саяси пропаганда жүрді да. Ол режимді ауыстыру керек, ол жаңағыдай халыққа бостандық беру керек деген пропаганданы алып келіп, соңында жаңа діни пропагандаға ұласып кетті. Демек, бұл жерде Европада енді біз айтамыз ғой, жаңағы қазіргі уақытта адам құқықтарын тең қарайтын, адам құқықтарын сақтауға мән беретін былай елдер ретінде Европаны көбіне айтып жатады, әлеуметтік желілерде болсын. Сол жағынан демек діни сенім жағынан ешқандай проблема жоқ. Даже біздің байқайтынымыз арнайлы жаңағы офистары болады. Біздің мысалға қарасақ, адамдардың жаңағы діни ойларын шектейтін экстремалды сипаттарға бой алдыруға бағыттаса да, бірақ олардың сондай бір кейбір мемлекеттерде байқаймыз, арнаулы өздерінің штаб жаңағы офистары деген секілді. Бұл жерде жеке бірнеше мен Нұрекеңді бір сәл әңгімесін толтырып жіберейін. Еуропада жалпы бұрыннан келетқан мұсылман диаспоралары бар. Мысалы, ол алжирлық, жаңағы нигериялық, жаңағы палестиналық, түркиялық жамағатша. Мен өзімді Еуропада болдым, бірнеше мемлекеттерде көрдім, мешіттерге барып қарадым. Жамағаттар өздері, олар этникалық топ бойынша бөлінеді негізі Еуропада. Түріктердің өздерінің жамағаты бар, жаңағы арабтардың өздерінің жамағаты, йемендіктердің өздерінің, алжирлік пен жаңағы тунистіктің өздерінің мешіттері, өздерінің жамағаты. Олар жалпы Еуропаның заңдарына бағынады. Жаңағы жамағаттың немесе мешіттердің имамдарын тағайындаған кезде еуропалық биліктермен келісіп тағайындайды. Бірақ соның ішінде мен айтқандай, жаңағы бізде де сияқты, араб мемлекеттерінде сияқты жамағатқа жалпы ұстанымға бағынбайтын топтар бар. Жаңағы Нұрекеңнің айтып отқаның жаңағы джихадистік, салафистік жаңағы топтардың Еуропадағы сол Сирия уақытындағы соғысы жаңағы жарнама жасап атқан, агитация жасап атқан, ол сол топтар. Бірақ оларға мемлекет тарап, Еуропа мемлекеттен билігі тарапынан қатты тыйым салынған жоқ.
соны айтып отыр Нұреке. Бірақ біз градацияның ішінде біліп отыруымыз керек. Ресми жамағаты бар, одан кейін мынандай бейресми топтар бар, одан кейін мына жаңағы әртүрлі ұйымдар бар дегенде, жаңа сіз айтып өткендей, сізді кімді айтып отырсыз ғой, мен жаңағы сіздің әңгімеңізді нетіп отырынша Хизбут Тахрир сияқты, басқа да ұйымдар сияқты, олар біздің мемлекетте, жаңа араб мемлекеттерінде тыйым салынған, бірақ сотпен тыйымдалған бізде. Сотпен тыйым, бірақ еуропалық мемлекеттерде өздерінің қызметін атқарып жатыр. Осы Еуропаның мәселесін қараған кезде 3-4 жақтан қарау керек та ол жағын мәселесін. Иә. Әртүрлі ракурстан, иә. Ернар бауырым, енді сіз жалпы қазір қоғамда бір жамағат ретінде жүрсіз, мысалға. Кезінде сізді мына подкастқа шақырудағы негізгі біздің ойымыз теорияны айта бергеннен көрі практически может бір адамдар сол бағыттан көрген, өткен деген секілді, мысалға ол адамға немесе мына біздің тыңдаушыларымызға да басқа әсер береді. Сондықтан өзіңіздің жалпы осындай енді шетелде жаңа талқылағандай болып жатырмыз ғой, әңгімеден шығып кетіп жатыр. Кезінде өзіңіз намаз бастаған кезде осындай шамалы агрессиялық жаңағы идеологиялық тұрғыда кейбір проблемаларға тап болдыңыз. Мысалға да соның салдарынан сіз қатты бір агрессияға түсем деп кейін даже жаңағыдай заң алдында жауап беруге сіз мәжбүр болдыңыз да. Енді сізді сол уақытта идеологиялық осындай топтардың арбау методтары қалай болды, сол туралы айтып өтсеңіз өзіңіздің оқиғаларыңызды. Бұл жерде біріншіден біз осы қазір талқылап отырмыз ғой, барлық осы өмірдегі болатын жағдайларды. Бірақ та сондай радикалды топтарлар оларға басында жаңағыда телевизор осындай нелерге қарауға тыйым салынды, шектеу қояды. Сосын бұл жерде шектеу қойғаннан кейін жаңа біздің әңгімелер оларға жетпейді. Сол кезде ол жердің ішіндегі топ құрушылардың арасында олар өздерінің идеологияларын соларға тықпалайды. Сол кезде көбінесе бұл жерде тарихтан алғанда бұл әуелде Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху бар кезінде айтып еді ғой, ол жаңа фитнаның есігі деді, жабушы. Ол өлгенден кейін сосын сол есік ашылды деп айтты. Османның радиаллаху кезінде үлкен фитналар басталды сон басына. Сол топтың арасында Ибн Саба деген кісі мұсылманның жаңағы көреалмаушылықпен сол бірлікті бұзу үшін адам өзінің жаңағыда жаман ниетін жүргізу үшін сол кезде енді намазды бастап жатқан, ол кезде әр ұлттар исламға кіріп жатты ғой. Соларды жаңағындай ол кезде енді сол кіріп жатқан адамдар ол жаңағы сахабаларға қарап бізде сондай амал жасайық деп, бізде бір исламға бір үлесімізді қосайық деп сондай жаңа бар күштерін соған салды да. Бұл сол Ибн Саба деген кісі соны қолданып Османды әдейі өтірік жала жауып, арастарында көп методтар болды, жаңа өтірік хаттар жазылды бір-біріне әдейі адамдарды шағыстыру үшін. Бұл жерде бізде де сол қазір өмірде сосын жаңағы тарихта болған нәрсе, ол жаңа алып кетті да Осман өлтірілді адамдар. Соның ішінде даже ең тақуалы былай адамдар өте былай ойға сыймайтын адамдар сол фитнаға кіріп кетті. Оның қасындағы біз біліміміз аз болғанда бізге шамал бір-екі сөз жетеді, олар беріліп кетеді. Сізде арбалу процесі қалай жүрді? Сіз бұрын мысалға намаз оқығанға дейінгі Ернар примерін біз білеміз қандай болған, любой адам. Сосын сол агрессиямен тап болып келгендегі Ернарды салыстырып беріңізші. Жаңағы сол кездегі, например, адамдардың өздері привычкалары, әдеттері, жаңағыдай бір нәрсеге құмарландықтары исламға келгенде ол жалпы тастайды да, адам өзгеріп кетеді 180 градусқа. Мен де тура сондай болдым. Мен де жаңағыдай алдында енді жүрдік қой, бала болғанда ар жерге барасың, қыдырасың, көшеде жүресің, бір нәрсеге
балалармен қатысасың. Енді намаз бастағаннан кейін барлық ол жаңағы өзінің привычкаларын тастайсың и дінді іздене бастайсың. Өзіңді дұрыстауға, Аллахтың алдында бір өзіңді ниетіңді, өзің таза екенді, күштілігіңді көрсеткің келеді. Соға бір дайын тұрасың бір нәрсеге. И сол кезде мен 2009-да бастадым намазды. 2010-да жаңа Чубар мешітінде мен намаз ораза намазы басталды. И сол кезде тарауих намазға барғам. Сол кезде көбінесе масхабты ұстанбайтын жамағаттар көп болды. Мен енді масхатпен бастадым. Ол кезде Нұр Астана мешіті болды. Сол жерден бастадым. Жұмысым өйткені соның қасында болды. И маған ыңғайлы болды әр намазды соған қатысуға. И Чубар мешітінде жаңағындай басқаша намазды оқитындай масхабым емес. Солар көргенде сұрақ туады ғой. Енді неге бұлар осылай оқиды? Неге бізді былай оқимыз? Сұрағанда бұлар айта бастады. Масхабты ол фанатизм, оны ұстануға болмайды. Сүннет деген жол бар, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жолы. Біз соны жерге тастамай, соны ұстану керекпіз. Сол кезде мен енді ол кезде енді намаз бастағаннан кейін ол махаббат деген қатты күшейіп тұрған. Аллахқа деген пайғамбарымызға Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бізді осы өмірде түсіндіргенге кісіге біз оған должнымыз ғой енді. Енді конечно деген енді сол нәрселерді тыңдап солай кетіп қалдым. Іздене бастадым. И жаңағы ол кезде олар жаңағы адамның несіне баса бастайды. Енді жалыс деп айтады ғой. Вот өмірде болыватыр, көріп жатсың ғой. Израиль, Палестинада болыватқан мұсылмандардың қара жағдайларын деп осылай келтіреді. Ол кезде еще Сирия соғысы басталмаған тұғын. Осындай ана жерде міне мұсылман біздің әйелдерді осындай жағдайға түсіп жатыр. Біз оларға көмектесу керекпіз. Енді қара мемлекетті олар түк те істеп жатқан жоқпыз. Құранда аяттар бар джихад туралы. Сен оны орындамасаң, ол саған фарз деп айтады. Сен орындамасаң, өйткені ол келтіре береді ғой. Аяттар бар джихад туралы. Демек, кешірерсіз, ең соңында сізді солай эмоцияға алып келді да, ең соңында сол Сирия жеріндегі мысалға жамағат халықтарға көмектесу қажеттілігін былай айтқанда сізге міндеттеді. Ол сіз солай түсіндіңіз. Сосын барып басталып кетті. 2010-да, 2011-де соғыс басталып кетті. Енді ол бүкіл әлем ол туралы сөйлегеннен кейін мен оны тыңдамаймын дегенге ол бәрібір сен тыңдайсың. Сол эмоциямен соның салдарынан сіз қылмыстық жауапқа мәжбүр болдыңыз, дұрыс? Мен тартылдым. Енді қазіргі таңдағы подкастта отырған қазіргі Ернардың айырмашылығы қалай? Сол кездегі Ернармен екінші этаптағы жаңағы агрессиямен жүрдіңіз, ойбай Сириядағы осылай бару керек, брат, деп жүрген кездегімен қазіргі Ернар осы отырған айырмашылық бір қысқа айтып берсеңіз. Қысқа болғанда ол кездегі мен көзімді былай айтқанда көзімді жауып тастап, құлағымды бітеп тастаған Ернарым ғой. Сосын өзімдікін былай жетекселеп сен былай мына жолмен жүр деп менде выбор болған жоқ. Енді мен жан жақты қарастырған, Аллах өзі айтады, жан жақты қараңдар дейді, бір жақты болмаңдар дейді. Жан жақты қарап мен қайсы дұрыс, мен өзі Аллахқа дұрыс құлшылық етіп жатырмын ба дегенді қарағаннан кейін уже жауаптар табасында. Қазір мен көзім ашық, құлағым ашық, бәрін Аллахқа шүкір, сіздер сияқты адамдар маған көмектесіп осы барлық маған жаңағы информацияны беріп, сонымен салыстырғанда Аллахқа шүкір. Қазір теологиялық сабақ алу процестерің әлі жүріп жатыр, дұрыс? Иә. Керемет. Енді Ерекеңмен бізде осы бір 7-8 ай болды. Танысып, білісіп, енді өмір болғанда әртүрлі оқиға болады ғой. Ер жігіттің басынан не өтпейді, ол эмоция болады, не болады, ол ақ пен қара өмірде. Сол Ерекеңмен таныстық, білістік, шамалы сұрақтар болды ол кезде. Сосын жайлап сабақ алып бастады. Сөйтіп қазір керемет бір ықыласы да бар, әйтеуір жақсы бір жағдайға келіп қалды. Ереке, рахмет сізге. Семьяңа оралдың, қызметің бар. Қазір қай сала қызмет жасап жатсың? Қазір мен частный предприниматель болып істеймін, газ өткіземіз. Газ құбырларын жүргізумен жүрсіз.
Береке берсін. Иә, шүкір Аллаға. Нұреке, сіздің ойыңызша қалай? Ерекеңнің әңгімесін тыңдадық. Бұл идеология, я деструктивті, радикалды, бұл идеология пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетінде де жоқ нәрсе ғой. Ол ахлақ деген нәрсе бар, мінез құлық, ол өте таразда ауыр болады дейді хадисте. Сондықтан жалпы сіз қандай пікір білдіре аласыз? Оларда тағы қандай методология бар адамдарды арбау? Қазақ, кез келген қазақ өзін айтады, мен мұсылманмын, төсін қағып тұрады, қазақпын дейді. Намыс бар, не бар. Бірақ бауырларымыз кетіп қалады. Біз мына түзету мекемесіне барамыз, жұмыс жасаған кезде қарайсың, өзіміздің азаматтарымыз. Біреу кіші жүз, біреу олы жүз, біреу орта жүз, біреу батыстан, біреу шығыстан, бір аспаннан бір салбырап түскен террорист, экстремист емес олар. Бірақ қарасаң солай арбалған. Сіздің пікіріңіз бұл тұрғыда? Жалпы пікірімді бір үлкен ғұламаның сөзінен бастайын. Андалусияның кезінде Ибн Халдун деген үлкен ғұламасы болған. Қазір бүкіл дүние университеттерінде соның кітабын оқытады. Мұқаддама деген кітабын. Мұқаддама или тарих деген. Тарихке кіріспе деген кітабын. Сол кітапта ол жазып кеткен бүкіл тарих, адамзат тарихы қайталанады. Бүкіл адамзаттың өсу, өну үрдісі көтеріліп түседі, яғни периодичность, цикличность дейді. Мына біздің тарихқа қарасақ, сол тарих қазіргі топтар, қазіргі болып жатқан осы оқиғалар барлығы мына тарихында өтіп кеткен оқиғалар ғой негізі. Мына ислам тарихында бұның бәрі өтіп кеткен нәрселер негізі, білім алып тереңінен қарайтын болсақ. Енді біз мынау 100 жылдан астам уақыт Совет үкіметінің астында жаңағыдай өсіп өнгеннен кейін дінімізден былай алыстап қалғаннан кейін көп халық білімсіз деңгейге жетіп қалған да. Мұсылман болған деп санағанның өзінде, өзін мұсылманмын деп санағанның өзінде де, бірақ бұл жерде білімнің деңгейінің түсуінен көп нәрсені білмей қалған да халық. Жалпы бұл мынау радикал топтар дейміз, кез келген топтардың былайша айтқанда орташа бір методологиясы деп айтайық. Олар ең біріншіден адамның ықыласын пайдаланады. Адам дінге келген кезде, енді келген кезде ашық көңілмен, ықыласпен қабылданады. Кез келген қалай келдің деп сұрасаң, сол кезде олар айтады. Кез келген адам өзін егер есінде болса, ол бір ашық, нұр, таза жол таптым деп ойлайды. Сол осы адам айтып жатқан дұрыс екен ғой дейді. Бірақ тағы да бір ғұламаның айтқан сөзі бар. Қазіргі уақытта жалпы адамзат тарихында адамдардың жүрегі мен ақылына күрес болып жатыр деп. Адамдардың жүрегі және ақылын арбап баулауға күрес болып жатыр деп. Битва за сердца и умы людей дейді. Яғни кім жаңадан келген, жаңадан әлі жаңадай өмірде көріп келе жатқан жас буынға кім қолдаушы болады, кім оны бірінші көрсетіп таныстырады, жолын ашады, сол алып кетеді да оны. Ол тек қана мына болып кеткен оқиғаларға қатысты емес, қазіргі оқиғаға да қатысты, қазіргі бала-шағаға да, қазіргі мына жастарымызға да қатысты нәрсе. Кім сол жастарға қазір жол көрсетіп ашып беріп жатыр? Ең бірінші кім? Соны алып кетіп жатыр. Ол жаңағыдай дәстүрлі емес дін болсын, дәстүрлі емес әртүрлі топтар болсын, жаңағыдай жезөкшелік немесе басқа да ЛГБТ дейміз ғой. Сол болсын, немесе қазіргі жаңадан шығып жатқан әртүрлі TikTok, басқа да түрлі үрдістер, кім сол жаңа жас буынды алып кетеді, албап бастайды, сол алып кетеді. Сол үшін бұл жерде бір нақты, тиянақты жұмыс жүрмесе, жастарға байланысты, жастар саясатына байланысты. Бала-шағаның болашақ осы дінім тәліміне байланысты ата-ана тарапынан, қоғам тарапынан жұмыс жүргізмесе, кез келген бала қазір кез келген топқа ілесіп кетуі мүмкін. Нұрлан мырза, біз әңгіме айтқанда бұрын мен есіме түсіп отыр. Сіз өзіңіз тоже сол Англияда жүрген кезде осындай топтармен кездесіп, сізді олар жаңа вербовкаға түсіргісі келіп, сіз олардан бірақ қорғанып қалғандығыңыз туралы айтып өтіңізші, соны ашып.
Олардың қаншалықты адамдарды жаңағы вербовка дейді ғой, арбауға тырысады, практически сізге сол кездестіңіз, бірақ сіз қалай қорғанып шықтыңыз, сол туралы айтыңыз. Иә, бұл жерде ол топтардың жаңа айтып өткендей адамның көңіл бөліп жаңағыдай ықыласына. Қазіргі болып жатқан оқиғаларды, мұсылман мемлекеттеріндегі, басқа да мемлекеттердегі оқиғаларды ортаға салып, жас буынды солай, сендер не істеп жүрсіңдер? Сендер мынау дінге әкелген пайдаларың не? Сендер бір қадам болса да психологиялық әртүрлі нелер жасап, жас бауырларымыз сөйтіп алып кетіп жатыр. Тек қана Англияда емес, барлық мемлекетте болып жатқан үрдіс қой бұл. Сол және де бұлар сол топтардың ішіне кіріп, достасып, не қылып дегендей, жамааттың ішіне кіріп. Бұлардың ең үлкен бір қаруларының бірі, жаңағыдай, бәрі біледі ғой, сен кімді тыңдайсың деген сұрақтан басталады. Сен егер олар тыңдап жатқан жаңағыдай ұстазды, уағызшыны тыңдамасаң, сен автоматты түрде тура жолдан тайғансың. Олар сөйтіп адамды түбірінен қырқатты. Түбірінен қырққаннан кейін сен мына ғұламадан басқа ешкімді тыңдамау керексің деп, жаңағы бауырым айтқандай, мына видеоларды көрмеу керексің, мынау ғұламаларды тыңдамау керексің, мына топтарға араласпау керексің деп, солай адамды бір неге салып қояды. Рамкаға салып қояды. Содан кейін білгенін істейді. Не айтса да жүреді. Себебі мынау ислам дінінің басты принциптерінің бірі әділетті болыңдар, екі жақты тыңдаңдар, жан жақты қараңдар, ойланыңдар, қаншама аяттар бар. Сол принциптен бұларды алып кетеді дейсіз, алып кетіп бір пәсен шектейді. Енді қазақта айтады ғой, келіннің бетін бірінші кім ашса, сол ыстық болады дейді. Сондықтан да ол әрине діни ақпаратты қабылдауда адамға ол өте маңызды. Өткен анау жастарға көбісі кететін. Жастардың психологиясында жаңағыда губка, құрғақ губка секілді. Оны таза суға салсаңыз, таза суды сіңіреді, немесе мынаның ішіне құм, лайды, суды салсаңыз, губканы батырса, оны да сіңіреді. Жастардың санасы психологияда айтады, яғни кез келген ақпаратты қабылдауға бейім. Бірақ жаңағыдай келіннің бетін кім ашып үлгерді, ол соған тап болады. Демек, бұл жақтан да әрине мемлекет тарапынан да жұмыстар қыруар жасалып жатыр. Дегенмен де ол бәленбай миллион халық болғаннан кейін ол жерде әртүрлі ықпалды күштер болады, саяси нелер болады дегендей. Осы орайда біз түрмеге барамыз, түзету мекемесінде теологиялық жұмыстар жүргізген кезде біздің отандастарымыз сол жерде терроризм және экстремизм баптары бойынша айыпталғандар. Барасың, сөйлесесің, вроде қазақ, вроде сондай бір арақ ішпейді, темекі шекпейді, ұрлық жасамайды, пайғамбардың бір сүннетінде тырысып жүрген адам секілді. Бірақ оның айыпталу статьясы терроризм, немесе экстремистік әрекеттер. Бұлай сыртта қараса логикаға сыймайды жаке. Енді оларға біз түсіндіреміз, айтасың, жаңағы қабылдайтыны бар, қабылдамайтыны бар, қабылдау процесінде жүрген адамдар бар. Осы орайда Жанбота мырза, сіздің ойыңызды білейікші. Жалпы біз мемлекетіміз енді 91 жылдан бері өзіміз жаңағы тәуелсіздік жариялап, қазір 30 жылдан асып жатырмыз ғой. Бірақ менің білуім, осы діни бағытта мемлекет өзінің қолына алып, осы бағыттарды түсіндіру, теологиялық жаңағы гуманистік бағыттағы көбіне жұмыстар жүргізу осы 2012-13 жылдардан басталды. Және қазір бір 15 жылдай мемлекеттік бағдарламалар қабылданды, заңнамалар қабылданды, ұйымдар ашылды, жаңа мәселелерді зерттеу бойынша. Сіз қалай көресіз? Алдағы уақытта осыншалықты жұмыстарды жалғастыру әрине маңызды ғой енді. Бірақ сіздің пікіріңіз осыған қатысты? Бұл жерде жеке дұрыс айттыңыз. Қазақстан мемлекеті, жалпы біздің басшыларымыз шетелдегі жағдайды көріп, мына Нұрлан мырза айтты ғой, жаңағы білім мәселесіне қатысты. Кезінде бізде діни білімнің мәселесі өте жағдай төмен болғаннан кейін
біздің мемлекет кезінде біраз азаматтарымызды ресми түрде шетелге жіберген еді, Мысырға, Түркияға, басқа да мемлекеттерге діни білім алуға. Олар келіп қазір Құдайға шүкір үлкен ұстаздарымыз болып отыр, жаңағы муфтиятта жұмыс жасап жатыр, уағыз айтып жүр, жастарымызды дұрыс жолға салып жүр. Бірақ сонымен қатар біраз мемлекетіміз ашық болған кезде біраз азаматтарымыз бейресми кетіп қалған сол жаққа. Сол Мысырдың өзінде де, мысалы Александрия болсын, Каир болсын, басқа жерлерде әртүрлі топтарға қосылып, марказдарға дейді, дінге кішкене хабар бар жігіттер біледі. Сол жақтан мына кім айтқандай, Нұрекең айтқандай, әртүрлі діни арбауға түсіп қалған. Оның ішінде мына нейролингвистический программирование бар, оның ішінде психология бар. Енді бәрі діннің негізінде әкеліп сол топтарға қосылған. Ол үрдістерді біз көрдік. Рас 2010-нан бастап, 11-ден бастап мемлекетіміз қорғала бастады. Себебі ол шетелде болып отқан жағдай енді қазір ашық болғаннан кейін самолеттер әрі-бері ұшады, адамдар әрі-бері әртүрлі мемлекеттерде, территорияда жүреді, идеялар ашық, интернет ашық дегеннен кейін, одан кейін біздің басшыларымыз мына дін саласын реттеуге дұрыс шешім қабылдады. Ол агенттік құрылды, одан кейін мына дін істер комитеті бар, оның ішінде біраз жұмыстар жасалды, халықпен ағартушылық жұмыстар, жаңағы ақпараттық ағартушылық жұмыстар, одан кейін медреселер, муфтияттар салынды, өздеріңіз білесіздер. Мына шетелдік діни конструкцияға, деструктивті діни конструкцияға тойтарыс бере алатындай өзіміздің ғұламаларымыз, өзіміздің институттарымыз болу керек. Ол Құдайға шүкір бүгін бар. Дұрыс айтасыз, қосып кететін пікірге, шындығында мына біз осы оңалту бойынша жұмыс жасаған кезде кезінде лайықты сауатты мамандардың сол жаңағы мәселелерге жауап бере алмауы да себеп болған. Мешіттерде сауатты имамдар аз болды ол уақытта да. Теологиялық оңалту қызым теологтар секілді қалыптасқан жоқ ол кезде. Әрине содан кейін ақпараттық жаңа толассыз интернеттен алынғаннан кейін жаңағыдай Абу Ханифа деген бір адам бар, немесе пайғамбарымыздың сүннеті бар, қайсысын таңдайсың деген секілді андай адамдарды арбау методологиялық сұрақтарға түскенде діни сауаты болмаған, ықпалы болмаған адам істейді, әрине ол жоғары нәрсені таңдайды деп жаңағы соқыр немен арбауға да түседі. Ернар мырза, сол уақытта сіз сондай бір эмоцияда жүрген кезде өзіңді қалай сезіндің, және ағайын тума туыстарыңмен проблема қаншалықты деңгейде болды, соны айтып өтсең. Ол кезде олар жаңағы толықпен түсіндірмейді, бір жақта ғана түсіндіреді, көбінесе сол джихад туралы, хиджра туралы, мемлекет, например, неге Құранмен, шариғатпен неге билік жасамайды деп осындай нәрселер тығады ғой. Сол кезде туған туыстармен, достармен қарым-қатынас өте өзгеріп кетеді, қиын болып кетеді. Өйткені олар шектеу қойып тастайды. Біреудің үйіне барсаң, олардың еттері халал ма деп осай. Сен уже анандай қорқып қалғаннан кейін уже бір үйге барып қорқасың да, енді хадиспен келтірді ғой. Бір ішіне сенің бір харам тамақ түссе, сен 40 күнде дұғаң қабылмайды. Одан кейін қорыққаннан кейін сен сондаға енді анандай үшін тағы да сенің туыстарың солай келтіреді да, уже қарым-қатынас мүлдем үзіледі. Үзілгеннен кейін жаңағы айтып барлық жақтан үзіп тастайды, телевизор көруге болмайды, туыстармен қатысы уже нашарлайды, достармен де сондай болады. И тек қана олар ғана қалады, тек қана оларды тыңдай бастайсың, олар саған айтады, соларға ере бастайсың. Жаңағы бауырымыз айтып кетті ғой, мына туыстармен қалай жаңағы діни радикалдық топқа кіргеннен кейін қалай өзі әрі қарата жағдай болады дегенде, мен айтар кетерім, оның алдындағы жағдай қалай болатын мәселені өте үлкен назар аудару керек. Мына әсіресе жастарымызға жаңа дін жолына түсіп жатқан, немесе жаңа мұсылман басқа ұлттар ислам дінін қабылдап жатқан, немесе жаңағы өзінің жаңағы діни білімін жетілдіріп жатқан азаматтарымызға айтарым, ең бастысы оның алдында қандай сипаттар бар екенін жаңағы соны мәселені айтып кету керек. Яғни мешітте жүрген кезде, басқа жаңағы достармен, таныстармен араласқан кезде, егер басқа жаңағы өзіміздің жаңағы мұсылман дінінде ұстанып жүрген жігіт, мен де осылай сүннеттің жолында жүрмін, саған кішкене ақпарат берейін,
мына жерде мынандай бір нелер бар, жаңағы ақиқат, кішкене ақиқат іздейік, давай брат, осы мәселеге назар аударайық. Одан кейін мынандай достармен мынандай әрбір топтарға араластырып, жаңағы басқа танымайтын азаматтарға мына діндегі бауырларымыз осы жігіттерді тыңда деп, одан кейін шайға шақырып, одан кейін мына ортақ жаңағы тамаққа немесе осындай ұстаздарды, мынандай ұстазымыз бар еді, соны тыңдайық деп үйістіп арбап бір радикалды топқа немесе ұйымға алып келеді азамат. Әрі қарата бұл кісі олармен байланысы нығая бергеннен кейін жаңағы басқа туыстарынан, достарынан алшақ бола береді. Осы жағынан кішкене шетелде қалай болды сізде? Иә, осыны айтып кетейін дегем. Жалпы бұндай ұйымдар көп қой ол жерде. Түрлі ұйымдар бар. Сіз енді Европа зерттеуші ретінде қарап отырық. Біз манады Европада қалай? Ол ұйымдар барлық жерде бар негізі, бірақ сол жерде көп шоғырланғанда. Бұлардың көбісінің былайша айтқанда методтары тікелей емес, әртүрлі методтарды қолданады. Мешітте жаңағыдай отырып, байқап қарайды, сосын кейбіреулер кітап таратады, кейбіреулер шайға шақырады. Солардың біреуі бірінші достасады сенімен дос болады. Бір жағдайың болса көмектесіп береді. Жаңағыдай бір жағдайда түсіп қалсаң. Сосын сені бірінші дос қылып алып, сөйтіп жай саған түсіндіре бастайды. Пәтерлер беретіндер бола ма? Бар, мысалға мен 3-4 топтарды кездестірдім. Мысалға Кембридж қаласында жаңағы 7 күнге шығатын, 40 күнге шығатын таблиғ жамағатының адамдары болды. Олар сен осы жердесің ба? Мен де мұсылманмын. Сен кел, біздің қазір мына жерде ойын ойнаймыз. Біздің осындай достар бар деп тартады. Содан кейін жаңағыдай өздері де сол университетте оқиды. Өздері сол жақта оқиды. Өздері де оқиды. Шетелден келген бар. Олар сөйтіп сондай миссиямен жүрген ба, общем үлкен ұйымдар ғой бұлар. Сол нәрседе жүрген. Бірінші сенімен достасады, сені тартады, жаңа футболға тартады, баскетболға тартады, сөйтіп содан кейін уақыт өткізеді, сені дос қылады да, былайша айтқанда. Содан кейін сен дос болғаннан кейін сен көңіліңді алады ғой. Сен одан кейін оның айтқанын уже санайсың дос ретінде. Саған айтады, бауырым, сен мынау дұрыс емес екен ғой. Сен негізі былай істеу керексің. Қарасай, біз 7 күнге шығамыз. Біз сол сахабалардың істеп жатқан сүннетін жасаймыз, амалдарын жасаймыз дейді. Бұл бір топ. Ол кезде мен бір нәрсе ұстап қалды. Себебі мен сәл болса да жастайымда медресеге барғам, ондайды көрмегенмін ешқашан. 7 күнге шығу, 40 күнге шығу деген. Мыналар кімдер деп? Бір жолға шығу деген. Менің ол кезде оқуым болды, сосын мен оларға айттым, жігіттер уақыт жоқ. Одан кейін уже оқып жүрген уақытта қасымда бірге оқып жүрген бала, ол неде болды? Фетхулла Гюленнің жамаатында, неде? Түрк бағытында. Олар шайға шақырады үйге. Олардың өздерінің үйлері бар, кел, мәжде тұр, міне сенің квартираң тегін Лондонның ортасында. Міне шай пайымыз бар, тамағымыз кеп тұрады, бәрі бар, сен кеп тұр. Сөйтіп сен дос қылады. Сөйтіп, ол жерде өздерінің кітаптары бар. Ол жерде де мен Алла тағала бір себептермен ұстап қалды. Себебі ана жерде тұрған үлкен екінші этажында библиотекасы бар. Сол жерде намаз оқиды, намазханасы бар. Сол жерде үлкен бір кітапханасында кітаптар тола. Мен кітап оқимыз ғой біз. Кітабына қарасам, бірде-бір не жоқ. Хадис туралы кітап жоқ. Өңкей жаңағыдай, сол Саид Нурси дейді, анау дейді, мынау дейді. Мен бір жағынан сол ұстап қалды да мен. Сендер мұсылман емессіз бе? Мұсылман. Құран қайда? Хадис қайда? Ол айтады, жоқ, мынаны оқы сен бірінші. Ол жерде конкретно жазылған. Сөйтіп, сол нәрсе ұстап қалды. Сөйтіп, бұлардың жалпы сол. Бірінші жаңада адамның жүрегін жаулау. Сеніміне кіру, көңілін аулау. Одан кейін жай өзінің несін түсіндіру. Ашық айтпайды. Ешкім ашық айтпайды. Сен егер тура жолда болсаң, сен тура жолды ұстансаң, пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай ашық. Ашық айтсайшы. Мысалы, мынау ақ, мынау қара деп айт. Адамның өзі, әркімнің өзінің ақылы бар, өзінің көзі бар, жүрегі бар, құлағы бар дегендей. Әркім өзі қарап, өзі түсінеді. Мен жаңа Жекенің сөзіне қосарым.
айтты ғой 2011-2012 жылдан бастап жаңа жұмысты таныстыру программасы басталды. Мен енді 2009-да бастадым ол намазды. Сол кезде жаңағыда көп мәселелер келді. Мен сол кезде жауапты іздедім, бірақ та расында да табылмадым. Мен ашықта да имамдарға таянып, неге осындай соғыс болып жатыр екен, маған айтып жатқандай, бұрын мұсылмандарға соғыспен кірсе, басқа мұсылмандар оған келіп көмектесу керек қой дегендей. Сол кезде жауаптар болмады. Сол кезде енді қазір мен естіп жатырмын ғой, оның түсіндіріліп жатыр да. Бұл жерде мақсат басқа. Өзінің джихадтың өзі мақсаты бар. Олардың мақсаты бұл істеп жатқан мүлде басқа. Ол Алланың жолындағы емес, біреудің жаңағыдай бір интерес болған. Сол сондай жағдайлар болды. Қазір бәрі осы жағдайды енді өзіңіз айтып тұрсыз. Қазіргі жағдай сол уақыттағы болған 2009-2012 қазіргі жағдайын салыстырғанда қазір бәрі өте бүкіл нәрсе тақырыптар ашылған. Ақпарат. Любой адам қазір оған на сұрақты қалай тікелейден сұраса жауап бере алады. Ол кезде ондай болған жоқ, адамдар шама қорқақтады. Енді жауап беруге. Ерекең қазір біздің Нұрсұлтан қаласы бойынша діндер зерттеу орталығында 6 айдан асты сабақ алып жүр. Қазір теологиялық ақидадан, фихтан, араб тілінен, грамматикадан. Сондықтан енді ол жерде айтады ғой, енді ол кезінде болды проблема, қазір енді оны реттеуге тырысып жатыр. Сондықтан енді сәттілік болсын саған өміріңе. Құрметті қонақтар, осымен енді біздің подкастымызда өзінің мәресіне жетіп қалды. Осындай алтын уақыттарыңызды бөліп, өз уақыт жетпейтін заман ғой, қазір асығып жүреміз әйтеуір сағатқа қарап. Соған қарамастан біздің мына ұсынысымызды қабыл алып, осындай бір тақырыпты практикалық тұрғыда, теориялық тұрғыда талдау өте жақсы бір нәтижеге қол жеттік деп ойлаймыз. Енді құрметті көрермендер, біздің енді подкасттарымыз алдағы уақытта түрлі тақырыптарда осындай жалғасын таба береді. Енді қорытындылай айтатынымыз, діни таңдау жасаған кезде өте сақтықпен қарау керек екенін білдік. Бүгінгі біздің мына түйінімізде қазақ айтады ғой, адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң дейді. Сондықтан да үйірімізді жоғалтпайық. Аман сау болыңыздар. Рахмет.